Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ол бізде бауыр көкөністермен. Бауыр ол біздің ағзамызға өте пайдалы. Құрамында көптеген витаминдер бар. Кеттік бірге жасап көрейік. Рубрика тез, жеңіл және дәмді. Ең алдымен табамызға май құйып, бауырымызды көбіктеп тұрып, жақсылап қуырып аламыз. Бұл тағам түрі бар жоғы жарты сағатта дайын болады. Керек заттарды описание бөлімінде қалдырамын. Бір келкі қуырылып болған соң бауыр оның үстіне пиязды салып қуырамыз. Пиязды қызарғанша қуырамыз. Менде үйде бар көкөністер ол болгар бұрышы, помидор қосып қуырамыз. Суы шығып, тартылғанша жақсылап қуыратын боламыз. Сосын үстіне аз көк саламыз. Қанша көп болса, сонша жақсы. Оның үстіне ұсақтап туралған сарымсақ. Татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Сосын 50 мг су құйып, 5-10 минут бұқтырамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Макарон өнімдері, картоп пюресімен, немесе мен сияқты бүгін менде күріш. Өте дәмді болып шықты. Бауыр жұп-жұмсақ. Ең бастысы біздің ағзамызға өте пайдалы, дәруменге бай. Ас болсын, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.